Сәлем достар, бүгінгі видеомыздың тақырыбы жылқы етіне байланысты болмақ. Бір кісі, егер сендер Ханафи мазхабын нақты ұстансаңдар, онда жылқы еті бұл мазхаб бойынша харам деді. Осы сөз рас па? Яғни Ханафи мазхабында жылқы еті харам ба? Жылқы етіне байланысты Ханафи мазхабында екі түрлі үкім бар. Абу Ханифа пікірінше жылқы еті мәкрух болса, оның екі үлкен мужтахид шәкірті Мұхаммед пен Абу Юсуф бойынша адал. Абу Ханифа жылқы етінің мәкрухтігіне байланысты Нахл сүресінің жылқыны қашырды және есекті мінулерің үшін және сән мақсатында жаратты деген 8-ші аятын дәлел ретінде келтіреді. Яғни малдың етін жеу ең үлкен нығмет бола тұра, бұл аятта жылқының мінуге арналғандығы мен сәндігі ғана айтылып отыр. Егер жылқы еті анық адал болғанда, ең әуелі оның осы жағы айтылатын еді дейді. Бірақ аятта жылқы етінің нақты желінбейтіндігі кесіп айтылмағандықтан, Абу Ханифа оған харам деп емес, мәкрух деген үкіммен шектелген. Сондай-ақ, Абу Ханифаның мәкрух деп үкім беруінің тағы бір негізгі себебі жылқы малының соғысқа қажеттілігінде жатыр. Себебі басқаша үкімге бару соғысқа ең қажетті көліктің азаюына, аятта айтылған оның міністілік мақсатының жоғалуына әкеп соғады. Абу Ханифаның мәкрух дегені мәкрух тәнзихан, адалға жақын мәкрух па? Жоқ әлде мәкрух тахриман, яғни харамға жақын мәкрух па? Ғұламалар арасында екі-үшті пікір бар. Алайда Абу Ханифаның жылқы сүтіне адал деп пәтуа бергенін ескерер болсақ, жоғарыдағы жылқы етіне байланысты берген пәтуасының мәкрух тәнзихан, адалға жақын мәкрух екенін аңғаруға болады. Абу Ханифаның жылқы етіне мәкрух, ал сүтіне адал деп басқаша үкім беруінің астарында жылқы сүтін ішу салдарынан соғыс көлігінің азаймайтындығы, мініс мақсатының жоғалмайтындығы жатыр. Егер жылқы еті харамға жақын мәкрух болғанда, Абу Ханифа оның сүтіне адал деп үкім бермес еді. Ал Абу Ханифаның екі үлкен мужтахид шәкірті Мұхаммед пен Абу Юсуфтың пікірінше жылқы еті адал. Дәлел ретінде Әл-Бухариде және Муслимде риуаят етілген мына хадистерді келтіреді. Біріншісі, Жабир ибн Абдилланың: Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хайбар күні есек етін жеуге тыйым салып, жылқы етін жеуге рұқсат берді деген хадисі. Екіншісі, Абу Бәкір қызы Әсманың: Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам заманында жылқыны сойып, етін жедік деп риуаят еткен хадисі. Бәрімізге белгілі Ханафи мазхабы бұл тек Абу Ханифаның берген пәтуаларының жиынтығы ғана емес, Ханафи мазхабының үкім шығару негіздеріне усулул фикх сүйене отырып шығарылған муштахид ғалымдардың пәтуалары да осы мазхабқа жатады. Ханафи мазхабында Абу Ханифаның екі үлкен шәкірті Мұхаммед пен Абу Юсуфтың берген пәтуалары да көп жағдайда негізге алынады. Міне сондықтан жылқы етін жейтін Ханафи мазхабын ұстанатын мұсылмандар бұл мәселеге байланысты Мұхаммед пен Абу Юсуфтың берген пәтуаларын негізге алады. Сондай-ақ кейбір пәтуалар заманы мен ортасына, жағдаяттарға қарай өзгеріп отырады. Абу Ханифаның жылқы етін жеудің мәкрух санауының негізгі себебі жылқы малының сол заманда соғыстың негізгі құралы болуында. Ал қазір соғыс құралы ұшақ, танкі секілді заманауи күшті техникаларға ойысқандықтан, Абу Ханифаның жылқы етіне байланысты берген мәкрух деген үкімі де өздігінен өзгеретіні мәлім. Яғни Абу Ханифа қазіргі дәуірде өмір сүргенде жылқы етіне байланысты басқаша үкім беруі де мүмкін еді. Ең дұрысын Алла біледі. Бүгінге осы, каналға жазылып лайк баса кетіңіздер, сау болыңыздар.